Армысыз қымбатты әйелдер, әжелер, аналар, қарындастар. Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мен сіздерге ризамын. Қазақтың қызы намысшыл, Әлия мен Мәншүктей рухы бар екенін көрсеттіңіздер. Осы жолдан таймаңдар. Балаларымыздың, жанұяларымыздың, еліміздің мүдделерін күресіп қана қорғай аламыз. Еркін қазақ қозғалысына кіріңіздер. Назарбаевтың қылмыс тобының қызметін доғартып, билікке халық өкілдерін кіргізуіміз керек. Сонда ғана жақсы өмірге үміттене аламыз. Елімізде, жерімізде бай. Билікті өзгертіп, әділеттік орнатып, халқымызға жақсы өмір қамтамасыз етеміз. Менің қызым Айгерімнің орындауында ән тыңдауыңызды ұсынамын. Дорогие женщины, бабушки, мамы, сестры, поздравляю вас с праздником, Международным женским днем 8 марта. Последние события показали, у вас есть боевой дух Алии и Маншук. Вы не будете мириться с ролью рабов, уготованной нам Назарбаевым, и готовы бороться за своих детей, семьи. Я вам очень благодарен. Призываю вас вступать в ряды движения Еркін Қазақ. Мы должны отправить в отставку Назарбаева и его банду. Казахстан – богатейшая страна. Установив народную власть, справедливость, мы обеспечим достойную жизнь народу Казахстана. Предлагаю послушать песню в исполнении моей дочери Айгерім Тұрған. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтабаннан. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтабаннан. Жасырмай айтар болсам жан сырымда, тағдырым қара болған шөлімді. Ерліктің қос қанаты деп әлеммен, аялы әлияммен мәншігімді. Ерліктің қос қанаты деп әлеммен, аялы әлияммен мәншігімді.
деген сен азамат, азамат па, көңілін тәрізді бақ, таза мақта. Бірін айт, бірін айта лайықсың, қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бірін айт, бірін айта лайықсың, қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бірін айт, бірін айта лайықсың, қазақтың қызы деген ғажап атқа.